Шынайы байлық дегеніміз не? Күндердің күнінде бір кедей жалғыз басты ана емізулі баласын құшақтап, үй аралап садақа сұрап жүреді. Сонда ананың алдынан зәулім сары үй кездеседі. Бір ақша берсе, сол үйдің егесі береді деген үмітпен әлгі ана үйдің қақпасын қағады. Сонда қақпаның арғы жағынан үй егесі шығып, анадан мән-жайды сұрайды. Ананың мұқтаждығын естіген үй егесі оған қарап: "Сенің қолыңдағы балаңды бағарға қаражатың жоқ. Одан да сол балаңды маған бер, мен оның орнына байлығымның жартысын беремін" дейді. Мұндай ұсынысты күтпеген ана ойланбастан ұсыныстан дереу бас тартады. Сонда үй егесі оған қайта қарап: "Жарайды, онда сен маған балаңның бір қолын бер, ал мен саған оның орнына байлығымның 1/3 бөлігін беремін" дейді. Әлгі ана бұған да келіспейді. Сонда кісі: "Онда балаңның ең болмаса бір кіші саусағын бер, мен дәулетімнің 4/1 бөлігін берейін" дейді. Бұған да келіспеген анасы баласын құшағына қатты басады. Сонда үй егесі сөзін қорыта: "Көрдің бе, саған қанша байлық ұсынсам да сен ойланбастан бас тарттың. Сен менен байжансың, себебі менде жоқ перзент сенде бар. Ал перзент деген ол біздің ешбір құнға сатып ала алмайтын барлық байлығымыз" деген екен.